Жағастарлық уақиға 100 қабір қазылған. Видеоролик турсында толығырақ мәліметке ие болды қалсаңыз, видео төмендегі бір ғана лайк және подписка теземелерін баса кетуді ұмытпаң. Ал онда біз бастадық. Көкшетауда неліктен 100 қабір қазылған? Онда 100 қабір алдын ала қазылып қойылған. Әрбірінің құны 150 мың теңгеден. Ақпарат әлеуметтік желіде тарады. Ел бірлігі қоғамдық бірлестігінің төрағасы Бақыт Смағұлдың айтуынша, 100 қабір қазу еркіндіктен емес, мәжбүрліктен болған. Жеріміздің қиыршақтағы болғандықтан қабір қазу қиын. Ал қыстың түні тіпті ауыр. Эврикалық қазудың өзі оңайға соқпайды. Менің ойымша, қабір қазатындарға қиындық тудырғандықтан қабір алдын ала қазылып дайындалған. Табиғаттың құбылысы бола жасаған дүние, деді Бақыт Смағұл. Ол қабір қазушылардың да еңбегін ескеру керек деп отыр. 5-10 мың теңге ешкім қазір жер қазбайды. Сонымен қаза қабірді бөребеге тақтайды қояды. Оның құны 50-60 мыңға барады. Ал енді егер жердің өзін қазып, жер керек жарықты бөлесе, өзің сақтап алсаң, ешкімге ақша төлемейсің, дейді бірлестік төрағасы. Айтуынша, адам өмірден озғанда аста төкте дастархан жаю, бір емес 2 жылқы сою деген көбейіп кетті. Шариғат талабына байланысып, осы мәселені бір жабылып шешейік. Аста көк дастархан жаймаңдар деген талаппен мейманханаларға келіспеген. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз, сау саламат болыңыз.